Құрметті достар, бүгінгі біздің тікелей эфирімізді бастаймыз. Бүгін біздің тақырыбымыз иіс сулар, иіс майлар. Ол біздің өмірімізге қалай әсер етеді, қаншалықты оның бізге пайдасы бар, зиян жақтары бар ма, жалпы біздің оны өмірімізде пайдалануға қаншалықты қажет деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Және қосымша сіздерге техникаларын беретін боламын. Осы иіс майларды қалай пайдалану керек. Мысалға, қаладағы, мейлі ауыл аймақтағы қыздар, келіншектер, сіздер өмірлеріңіздің керемет, болашақтарыңыздың жарқын болғанын қалайсыздар, денсаулықтарыңыз жақсы болғанын, өмір жастарыңыздың ұзақ әрі жас күйіңізде ұзақ сақтағыңыз келеді. Бет әлпетімізді, жалпы өзіміздің тек қана бетімізді ғана емес, жалпы біздің жасымызды, денсаулығымызды ұзақ сақтағымыз келеді, мысалға жас күйінде. Бұл үшін не істейміз? Біз көпшілігінде спортпен айналысамыз, мысалға салауатты өмірді ұстанамыз, дұрыс тамақтанамыз. Одан да бөлек біз иіс майларын қосымша көмектесуіміз керек. Өйткені иіс майлар біздің табиғи ағзамызға иіскеу арқылы сіңеді дағы, біздің бойымыздағы көңіл күйімізге тікелей әсер етеді. Мысалға, кез келген адаммен сіз әңгімелесіп отырасыз, сөйлесіп қасында отырасыз. Біраз уақыттан кейін сіздің бойыңызда бір қандай да бір сергу, көңіл күйіңіздің көтерілуіне әсер етеді. Болмаса, керісінше ол жерден тезірек кеткіңіз келіп тұрады екен. Бұны бейсаналы түрде адам өзі не себептен осылай болып жатқанын байқамайды. Өйткені ол адамның бойындағы иісінің бір-біріне ұнамауы, осыдан барып адамдар бір-бірімен ұзақ табыса алмайды екен, сөйлесе алмайды екен. Кей жағдайда қазіргі уақытта өздеріңіз білесіздер, қыздар, жігіттер бір-бірімен танысады. Жағдайы жақсы, білімі жоғары, екеуінің де ақыл ойы бір деңгейде, интеллектуалды бір деңгейде. Тіпті жаңағы бизнесі де бар, жағдайы жақсы, барлығы төрт қоласы сай келіп тұраттағы асығыс үйленеді екен. Біраз уақыттан кейін, бір жылдан кейін бір-бірінің қасында өмір сүруге мүмкін емес, тіпті бір азапты өмір сүріп жатқан адам секілді сондай бір қиындыққа душар болады екен. Себебі не дейсіздер ғой? Өмірдегі бүкіл байлық, өмірдегі бүкіл жақсылық, өмірдегі бүкіл алдыңа барлығын төгіп тастаса да, мысалға, ол адамның егер иісі ұнамайтын болса, ол адамның иісінен сенің жүрегің айнитын болса, құсқың келетін болса, бойың кәдімгідей басың ауырып шаршайтын болсаң, онда өмір сүру бірге мүмкін емес екен. Енді қараңыздар, аборигендер бар емес па? Аборигендер иіскеу арқылы бір-бірін таңдайды екен. Біздің жар таңдауда қалай негізі? Бізде көпшілігінде өзінің жағдайы қалай, оқуы қалай, ата-анасы кім, өзі кім деген секілді сұрақтар қойып жатады. Біздің мысалы қазақ менталитетте. Аборигендер олар кәдімгі жануарлардан үйренеді екен. Жануарлардың өздері бір-бірін иіскеу арқылы бір-бірін иіскеді, одан кейін бір-біріне, мысалға, орысша айтқанда самка мен самец бір-біріне допускать етеді дейді. Бір-біріне мысалға жақындатуға мүмкіндік береді. Ол жануар бір-бірімен жаңағы тұқымын ары қарай жалғастыруға келісім береді дейді, мысалға. Ал енді адам баласының өзі де ең бірінші бейсаналы түрде сол иіс арқылы бір-бірін таңдап, иіс арқылы бір-бірімен жаңағы бас қосып жатады екен. Біз оны бейсаналы түрде жасайды екен. Қазіргі уақытта біз қалай жасаймыз? Бүкіл жаңағы әтір суларын сеуіп тастаймыздағы табиғи өзіміздің ішкі иісіміздің қандай екенін олар басып тастайды. Оны көрсетпейді. Ол біраз уақыт өмір сүріп жатқаннан кейін, ол қасында күнделікті көріп жүргеннен кейін, ол адамның бойындағы адам ұштап тұрмайтындай, мысалға, иістерінен шыдай алмай ажырасып кетіп жататын жағдайлар да болады екен. Бүгінгі статистиканы алып қарайтын болсақ, мысалға, бір жылда 100 адам жастар үйленетін болса, соның 75% ажырасып кетеді дейді. Бірақ ол мінезімнің жараспағанынан, бір-бірімізді қаламағанымыздан, бірақ иіс ұнамайды деген нәрсені ешкім айтпайды. Ол нәрсені айтуға ұялады.
противно, одним словом, мне тошнит от него деген сөздерді жиі естиміз, байқайсыздар ма? Бұл сол адамның бойындағы исін қаламағаннан, одан агрессиясының оянуынан, оның ішкі несінде жаңағы бір-біріне деген сондай жек көрініш туғызғандықтан ажырасып кетіп жатады екен. Қараңыздар. Ал енді адамның бойындағы осындай жағымсыз истерді төмендету үшін не істейді? Адамның ағзаны тазартады. Паразиттер, грибоктар, ішкі организмдегі улы заттардың пайда болуынан да кейде адамның бойынан терден бөлініп шығатын жаңағыдай сасық иістер пайда болады. Кәдімгі шіріп жатқан, болмаса бір сасып жатқан сондай дүниелер. Оны арылғысы келеді, бірақ оның жолын білмейді. Бұл жағдайда медицинаның көмегі қажет. Ал енді кей жағдайда адамның ауыз қуысындағы тістерін емдету, асқазанын емдету, бауырын емдету, ішек қарын мысалға тазарту арқылы адамның бойындағы бүкіл ішкі иістерден арылуға болады. Сонымен қатар біз осы иіс майларды жиі пайдалануымыз керек екен. Иіс майды егер сіз жиі пайдаланатын болсаңыз, сіздің есте сақтау қабілетіңізге әсер етеді. Сіздің иммунитетіңіздің көтерілуіне әсер етеді. Сіздің көңіл күйіңіздің үнемі көтеріңкі, сергек болып жүруіне әсер етеді. Және сонымен қатар жар таңдауда сіз осы иіс май арқылы жақсы таңдайсыз. Бұл жерде менің айтқым келіп отқаны, мысалға, ер адамның бойында, және қыз баланың бойында, әйел адамның бойында гормондар болады. Мысалға, дофамин гормоны ол ләззат алуға, рахаттануға, өзін бақытты сезінуіне жауап беретұғын, мысалға, психоэмоционалдық адамның жағдайы. Ер адамдар дейді, мысалға, осы рахат, ләззат алу үшін 90% ол мысалға қасындағы жарының 10 бала тауып беріп жатса да кетіп қалып жатады. Өйткені ол гормон көтерілмесе, ол гормон жұмыс жасамайтын болса, оның жарының жанында, онда ол ажырасып кетіп жатады. Дағы басқа өзінің бойында мысалға эстроген, эндорфин жаңағы гормоны жоғары, мысалға қызды болмаса әйел адамды таңдайды дейді. Себебі мысалға адамның көңіл күйі өте төмен түсіп, ең жырғасы көтерілмей, үнемі мысалға басы салбырап, әлсіздік сезініп, бір денесінің бәрі ауыр болып, бір хронический бір усталость деген бар ғой, мысалға, үннен бір шаршаңғы жүрген адам, жаңағы басқа адаммен сөйлескен кезде, басқа әйел адаммен болмаса қызбен кездескен кезде, оның дофамин гормоны бірден көтеріліп, көңіл күйі көтеріліп, бір тауды қопаратындай сондай күш қуаты пайда болып, белсенділік пайда болып, оның бойындағы жаңа рахат алу, ләззат алу гормондары ойнап, ғашық болып, сергектеніп, көңіл күйі көтеріп, өлең айтқысы келіп, тіпті әдемі болып, бет әлпетіндегі мынау терілерінің түстеріне дейін қызарып, көзі жанып, көзінің оты жанып, былайша айтқанда, жасарып кеткендей сезінеді екен. Бұл не нәрсе? Бұл жаңағы дофамин гормонының әсері екен. Ал енді қараңыз, көпшілігінде мынау қыз балалардың, әйелдердің осы өзінің бойындағы эстроген және эндорфин деген әйелдің жаңағы гормонының көтерілуі ер адамдарды қасында көптеп тартады екен. Бейсаналы түрде ол егер әйелдің бойында осы гормоны жоғары болатын болса, қалай айтады, еріксіз ер адамдар басын бұрып, осы әйел жанынан өткен кезде тіпті соның лебінен бас айналып, соңына, былайша айтқанда, анау бұқалар болады ғой, жіпсіз мұрнына жіппен байлаған, сол секілді сол қыздың артынан еріп кете береді дейді. Бұның бәрі жаңағы оқылған емес, қазақпайша айтқанда, болмаса жаңағы гипноз емес, ол кәдімгі осы гормондардың әсері екен. Енді қыздар, мен сіздерге сол құпияларды айтып өтейін. Мысалға, лаванда майы бар, және роза майы бар, және иланг-иланг, пачуля, сонымен қатар жаңағы корица, ромашка, өте көп, мята, апельсин, грейпфрут мысалға майлары бар. Осы майлардың қоспалары арқылы араластыру арқылы, барлығын емес, оның ішіндегі мысалға лаванда мен грейпфрут, мысалға апельсин, болмаса пачули, болмаса лаванда мен жаңағы
грейпфрутты болмаса пачуляны болмаса иланг-илангты араластыру арқылы енді оның өзінің құпиялары бар. Оның қанша дозасын, қайсына қанша капля мысалға тамшы қосу арқылы осындай жаңағы қоспаларды дайындау арқылы сондай иіс майларын дайындауға болады. Оны арнайы құтыларға құйып, мысалға осы әйел адамның дофамин гормонын көтеруге, мысалы қуаныш болмаса бақыт гормонын, ләззат алу гормонын көтеруге көмектесетін майларды дайындауымызға болады. Дайындап бере аламыз мысалға. Менің қазір көмекші қыздарым осы майларды арнайы тапсырыспен алдыртып жатыр. Арнайы құтылар дайындалып жатыр, және оның қоспаларын арнайы мамандармен бірлесе отырып біз дайындап шығарамыз. Ол алдағы уақытта хабарланады. Енді осы майларды қалай біз пайдаланамыз? Мысалға сіздерге бүгін көңіл күйіңіз болмады, болмаса бір сондай шаршаңқысыз, не істеу керек? Ол жағдайда жаңағыдай пена, көбікті ванна қабылдау, кәдімгідей тұзбенен алдымен пайдаланасыз. Одан кейін жаңағы май, мысалға лаванда болмаса роза, болмаса жаңа пачуля майларын пайдаланып, осы неге ваннаға тамызып, тамызғанда 2 тамшыдан артық болмайды. Ол майға сүт болмаса балды араластыру керек. Егер сіздер ол тамшының өзін ғана ваннаға құятын болсаңыздар, артық құйып жіберетін болсаңыз, оның зияны бар. Оның жаңағы өзінің мөлшерінен аз болмаса кем жасамау керек, қыздар. Мысалы 2 тамшы эфир майына бір ғана тамшы әсел болмаса сүт араластыру керек. Сонда ваннаңызға толық ол жайылып кетеді. Ал егер сіз майдың өзін ғана дететін болсаңыз, ол судың бетінде қалықтап тұра береді, оның түкке де сізге пайдасы болмайды. Осындай оның құпиялары бар, осындай техникалары бар. Және мен сіздерге айтатыным, және бір құпия нәрсені айтып өтейін. Мысалға лаванда майы мен грейпфрут және иланг-иланг үшеуін жаңағы балменен араластырып жасайтын болсаңыз, онда бұл Клеопатраның дайындаған, Клеопатраның иіс майы деген сондай бір не пайда болады, қосынды пайда болады. Бұны мысалға тұрмысқа шыға алмай жүрген, болмаса жігіті мен 3 жыл, 4 жыл кездесіп жүріп, бірақ тұрмысқа шығуға ешқандай бір ұсыныс жасамай жүрген қыздар болады, сонда бір қиналып жүрген. Осы қыздарға осы жаңағы қоспаменен ванна қабылдасын деп айтқым келеді. Егер сіз осы ваннаны жиі пайдаланатын болсаңдар, қыздар, онда сол жаңағы тұрмысқа шықшы, болмаса бірге өмір бойы өмірімізді бірге өткізейік деген ұсыныстар қаптап түсе бастайды. Мен сендерге уәде беремін. Сондай-ақ жалпы жұмыста да табысты болуға көмектесетін иіс майлар бар? Иә, дұрыс айтасыз. Негізі сонымен қатар, мысалға ақша деп айтады. Біз қазір интернетте де жасыратын жоқ, инстаграмда да бай болудың мысалы құпиялары деп жатады. Арман картасын жазу керек, болмаса жаңағы кошелек жасау керек. Сонымен қатар соның барлығының жұмысын активизировать, то есть белсенділету үшін иіс майларын пайдаланады. Бірақ ол жерде көп жағдайда айтыла бермейді. Мысалға жаңағы кошелектер сатылып жатыр, мысалға сонымен қатар жаңа көптеген кітаптар, мысалы күнделік деп айтамыз, марафон ұйымдастырылады. Бірақ медитация жасаған кезде, медитация деген не? Ол өзіміз күнделікті санаға құю, соны программалау, бағдарламалау санамызға, сол жерде иіс майын пайдаланатыны туралы еш жерде айтылмайды. Мен соны байқадым. Егер сіздер иіс майларын ол жерде пайдаланбай, осының бәрін жасасаңыздар, оның белсенділігі 50% төмен болады. Мен оған не бере аламын, гарантия бере аламын. Өйткені кез келген осылай жасайтын мастер, болмаса жаңағы тренер, ол өзі пайдаланады. Мысалға мен осы соңғы 25 жыл бойы осы иіс майларын түрлерін өзім пайдаланам. Бірақ оны мен ашып ешкімге айтқан жоқпын. Соңғы уақытта мен тыңдап жүрген осы тікелей эфирлер, мысалы семинарларында еш жерде ол туралы айтылмаған байқап, өзім солай ойланып қалдым, неге бұлар айтпайды, неге оны мысалға құпияны соңына дейін ашпасқа, мысалға 100% оның біздің армандарымыздың, мақсаттарымыздың орындалуына біз 100% ол нәтиженің болуына жаңағы құпияларын ашуымыз керек. Бірден бір құпиялар осы. Сонымен айтайын деген, мысалға байлық туралы айтты. Қазір барлығымыздың жақсы
молшылықта, сондай бір үйлесімде өмір сүргіміз келеді. Ал бұның ішіндегі иісмайларды да осы адамның ақша табуға осы жолда жаңағы жұмыс жасайтын нелері бар. Бұл кімдер? Бұл апельсин майы, бұнда бұл мята, бұл корица және лимон. Жалпы көп айта берсем. Мен сізге тек қана негізгісін ғана айтып отырмын. Өйткені сіздер білетұғын күнделікті біз естіп жүрген иісмайларда, мысалға, лимонды білеміз, апельсинді білеміз, грейпфрутты білеміз, иланг-иланг пачуэлі білеміз мысалы. Бірақ бұлардың қоспасы туралы оны нақты қанша қоспа қосу керек, қайда қосу керек, міне осының барын арнайы өзі мамандар жасап шығарады. Бұл алдағы уақытта бізде де бұл болады. Мысалға, қазір біз белсенділігін көтеруге, денсаулығының жақсы болуына, иммунитетін көтеруге және ақшадағы молшылықта өмір сүруіне көмектесуге, мысалға, байлыққа, және сонымен қатар жаңағы жар таңдауда, тұрмысқа шығу үшін өзінің бойындағы гормондарын көтеруге көмектесетін. Сонымен қатар тағы да қандай? Мысалға, есте сақтау қабілетін көтеру. Жаңа біз айттық, иммунитетті айттым, есте сақтау қабілетін көтеру және күнделікті бастаған ісін соңына дейін жеткізетін күш қайратының, қуатының жоғары болуына әсер ететін иісмайларын біз дайындап, жақында сіздерге ұсынатын боламыз. Жалпы қайдан аламыз және бағасы қанша деп сұрап жатыр. Бұл туралы алдағы уақытта қыздар жазады. Барлығы қолжетімді болады. Анау айтқан бір космостық дүниелерді, мысалы, бағаларды қоймаймыз. Өйткені біздің негізгі мақсатымыз осы бар дүниені барлығы кеңінен пайдаланса. Біздің бір кісіге болса да көмегіміз тисе екен деген сондай жақсы, былайша айтқанда, ниетіміз бар. Менің де қыздарым, мысалға, ешқандай көмекшілерім, ешқандай да, мысалға, табыс табудан бұрын ең бірінші көмегіміз тисе екен деген сауапты істермен айналысуға көпшілігінде құштарлық жасайды. Мысалға, әрекет жасап жатыр. Сондықтан да біз енді майларды қазір тапсырыс берді, құтыларға тапсырыс берді және соның қоспаларын оны біз өзіміз арнайы мамандармен бірге отырып дайындаймыз. Мен үйде суға қосып, үйдегі аураны тазалау үшін пайдаланамын деп дұрыс па дейді? Өте дұрыс, бірақ сіз суға қосқанда балмен болмаса сүтпен немен қосасыз. Егер сіз оны жай майдың өзін ғана мысалға шелектегі суға төгетін болсаңыз, одан келіп-кетер пайда болмайды. Өйткені ол су мен май бір-бірімен бірікпейді. Ол бетінде ғана қалықтап тұра береді. Егер ароматизатор ретінде пайдаланатын болсаңыз, оның қоспасы болу керек. Жалпы есте сақтау қабілетін де арттыратын иісмайлар бар, иә? Иә, бар, әрине. Есте сақтау қабілетін, иммунитетімізді көтеретін және біздің күш қуатымызды белсендіретін. Мысалға, болады ғой, таңертең тұра алмай жатасың. Тұрғың келеді, то ана жерің, то мына жерің ауырып тұрған секілді, сондай бір кешегі, мысалға, күні бойы жүгіріп, денеңді ала алмай бір шаршап жатқан кезде осы иісмайлардың әсерінен адамның өзін ұшып тұрып, құстай ұшып, кәдімгідей өзінің шаршағанын ұмытып жүретін нелер болады, майлар болады арнайы. Жаңағы көп адамдар ананы істегім келеді, мынаны істегім келеді, бірақ күшім жетпейді деп жатады. Сол кезде мен осы кезде осы эфир майларын пайдалану керек. Иә, дұрыс пайдалануымыз керек. Үйдің аурасын тазалау деген бар ғой, жақсы нәрсе. Мысалға, үйдің аурасы дұрыс болса, онда біздің үй деген ол біздің ішкі әлеміміздің ол несі кең сарайы. Егер біздің кең сарайымыз дертті болатын болса, ауырып тұрған болса, онда ішіндегі оның өмір сүріп жатқан адамдардың барлығы да дертті, шаршаңқы болады екен. Ұйқы басып, үнемі тұра алмай, болмаса жұмыс істеуге ешқандай құлқы болмай жүреді. Көпшілігінде ер адамдардың арасында сондай нәрсе көп. Мысалға, жұмысқа құлқы болмайды. Жалқаулыққа басып кеткен, сондай келіншектері ғана кішкене белсенді, ер адамдар көп жаңағы жұмыс жасағысы келмейді. Бұлардың, мен жаңа айтып өткенде, дофамин гормонының төмендігінен көпшілігінде белсенділігі төмендеп кетеді екен. Сондықтан да қыздар жаңағы тұрмыс құру үшін ғана емес, тән ләззатын алу үшін емес, сонымен қатар ер адамдарыңыздың белсенділігін көтеріп, жұмысқа, ақша табуға, осы отбасын мысалға асырауына күш беретін, қуат беретін майларды тапсырыс берсеңіздер болады. Міне Жанар деген оқырман, қазір ғана қосылдым, өзіңізді толық таныстырып кетесіз бе? Мен Лимана Койшиева, психолог боламын.
Астана қаласындағы оңалту орталығының басшысымын. Сонымен қатар бізде 2288 сенім телефоны жұмыс жасайды. 24 сағат бойы бізде психологтар отыр. Кез келген сұраққа сіздерге жауап береді. Сондықтан хабарлассаңыздар болады. Және ол телефон тегін, иә? Иә, тегін, тәулік бойы тегін психологтар кеңес бере алады. Сіз қандай иіс май пайдаланасыз дейді? Мен негізі өзім жақсы көрем, кәдімгі раушан гүлі майын жақсы көрем. Раушан гүлі майы маған жастық, мәңгілік жастық деп айтуға болады. Соның бір несін күшін береді. Мысалға, менің жасымды білесіз, айтпай-ақ қояйын. 18-де. 18-де деп айтайын. Мен үнемі 18-де болмасам да 25-тегідей өзімді сондай еркін, сергек сезінемін. Байқап отырған боларсыздар, менің бетімде тіпті мына әжім мысалға, иә, күнделік сондай нәрселер өте аз. Өйткені мен үнемі көңілді, үнемі өзімді сондай сергек сезінемін. Және ол білінеді. Иә, ол білініп тұрады. Жас екеніңіз. Балаларға қолдануға болады ма дейді? Дұрыс айтасыз, балаларға қолдануға болады. Ол фруктовый, жаңағы жеміс жидектен, мысалы айттым, апельсин, грейпфрут, жаңағы киви, лимондар, мысалға майларының иісі жақсы балаларға әсер етеді, сергек. Өйткені оның ағзасына С витаминін, мысалы иммунитетін көтеруге, баланың жаңағыдай ашық болғанына көмектеседі. Сонымен қатар, мынау саудада жүрген адамдардың саудасының жақсы жүруіне көмектесетін майлар болады, иістер болады. Бұны да жасауға болады. Тамаша. Ароматизированный свечаға қатысы бар ма дейді? Иә, дұрыс айтасыз. Свеча ол от, ол энергия, от энергиясы. Сол свечаға жаңа майды қосады, араластырады. Сол арқылы оның да жаңағы жұмысының белсенділігін, мысалы, иіс шығару белсенділігін көтереді. Сіздер білесіздер да, мысалға, үлкен осы нелерде торговый центр деп айтамыз ғой. Сондай центрларға барсаңыз, бір кофе, болмаса бір піскен нанның иісі бұрқырап тұрған секілді бір аппетитіңді оятады. Болмаса жаңағыдай бір көңіл күйің көтеріліп, осы жерден кеткің келмей жүре бергің келеді. Бір сауда жасағың келіп, әйтеуір бірдеңені алып кеткің келіп тұрады. Бұл ненің әсері? Бұл жаңағы иіссу майларының әсері. Өйткені ол жерде барлық жерде жалпылама осы ақшаны, болмаса жаңағы адамдардың өзінің бір ақшасын шығарып, бір сауда жасауға сондай бір несін адамның бойында сондай қуатын, қабілетін көтереді. Қажеттілігін көтеріп жібереді. Айнұр атты оқырманыңыз, жаным менің Алла жолдарыңызды ашсын қыздарыңызбен бірге дейді. Иә, рахмет. Сәлеметсіз бе, дофамин көтеру үшін қандай иіс май дұрыс дейді? Дұрыс айтасыз. Дофамин ер адамға пайдалы, иә? Мысалға, ол үшін мен жаңа айтып өттім. Пачуля, иланг-иланг және грейпфрутпен біз мысалға Клеопатраның ғашықтардың, мысалға ер адамдардың, болмаса әйел адамдардың белсенділігін көтеретін иіс майын дайындаймыз. Оның қоспасы дұрыс болу керек. Артық болмаса кем болмайды. Мен сізге айтайын, бір қыз бала менен осылай хабарласып, былайша айтқанда мен алдыма кеңес алуға келген адамдарға үнемі айтып отырамын. Осындай, мысалы, қосымша үй тапсырмасын бергенде иіс майларын пайдалануды кеңес жасаған кезде жаңағы мен айтқан майларды артығымен қосып жүрген. Ол енді кездесуге бару керек болған, бара алмай қалдым дейді. Не себептен? Менің настолько, как сказать, расслаблена дей ма, әлгі өзімді сондай бір не сезінгенім соншалықты мен ешқандай кездесуге де, неге де барғым келмей, үйде сондай жатып, демалып жатуды дұрыс көрдім дейді. Демек, сондағы бұның иіс майдың әсері мөлшерінен көбірек пайдаланған. Демек, оның тек қана ұйқыға тартып кеткен деген сөз ғой. Әсемгүл атты оқырманыңыз намаз жайлы сұрайын деп едім дейді. Ол кісіге жалпы дайректке жеке жазсаңыз. Жеке жазсаңыз. Мен сізге жауап беремін. Діни сұрақтар болса болады, мен жауап бере аламын. Бронхиті бар балаға қолдануға бола ма дейді? Так, бронхитін пайдалануға болады. Бұл біздің қазір айтамыз сізге, мен қазір айтты екен деп сіз соны тез арада, соны сіз пайдаланып қоймаңыз, өйткені қателесіп қалмайық, сіз маған дайректке жазыңыз, мен сізге жеке осының несін берем, рецептін берем. Ол бар, иә? Бар негізі. Жазып қойсаңыз, бронхиті бар балаға қандай? Бронхит. Лаванда майының әсері қандай дейді, маған қатты ұнады дейді. Лаванда майын жеке, мысалға, мына майлар мынанша деп айтуға болады, бірақ негізі жеке-жеке. Қазір мен сізге айтайын,
мысалға мынандай жағдай, бір ғалым байқаусызда қолын күйдіріп алған, химик қой, сол кезде жаңағы лаванда майына тағы да случайно деп айтамыз ғой, абайсызда қолын тигізгенде тиіп кеткен. Демек жаңағы күйген орны лаванда майы арқылы жазылған, тыртық қалмаған. Лаванда майының былайша айтқанда пайдасы өте, күйгенге де пайдасы бар. Жалпы саудаға қандай иіс май болады дейді? Қандай сауда? Тағам ба, жоқ киім ба? Осыған байланысты мен оны да рецептін сіздерге қосымша маймен қосып беретін боламыз. Жалпы олардың әрқайсының өзінің ерекше қосындылары бар, және қалай қолдану керек екенін барлығын жеке-жеке айту керек. Сол үшін жалпы иіс майлар дайын болған кезде сізге қандай иіс май керек, соны бізге дайректке жазсаңыздар болады. Сол кезде өзіңізге нақты өзіңізге арналған иіс май тауып аласыз. Және жаңағы бронхит туралы айтқан адамға осы лаванда майын мысалы қақырық түсіруге, мына кеудесін босатуға жақсы көмектеседі. Пихта майы бар сонымен қатар. Ми қабілетін жақсарту үшін иіс майлар? Мен жаңа айтып өттім, иммунитет көтеру, есте сақтау қабілеті, адамның санасын былай ояту. Көп жағдайда болады, біз мысалға есімізде сақтай алмай, бір ұйқыда отырған адам секілді ақпаратты қабылдай алмай отырамыз. Осы сәтте пайдаланатын өзі майлар болады. Мысалға қараңыздар, мен қазір сізге айтам да, мен өзім мысалы бергамотты пайдаланам, бірақ сізге бергамот жақпауы мүмкін. Сосын бергамот мысалға талмасы бар, сосын мынандай аяғы ауыр келіншектерге пайдалануға болмайды. Бұл қауіпті. Сондықтан сіздер жеке өз беттеріңізше мысалға кеңес алмай пайдаланып зиянын тиіп жүрмесін. Түсінікті. Оқырмандарыңызға сіздің жасыңыз қызық болып жатыр. Жалпы әйел адамдарға жасты айта беруге болады ма, немесе ол жеке жаңағы девушек не спрашивают возрасте деп айтады ғой, соның жалпы психологиялық қатысы бар ма? Әрине, ол адам мысалға өзіңнің табиғи психологиялық жасың болады, және сенің өмірдегі таза физиологиялық жасың болады да. Мысалға менің өзімнің таза психология жасым 35 деп айтуға болады. Оны біз тест арқылы анықтадық. Ал өзімнің кәдімгідей физиологиялық жасымды оған айтуға болмайды, өйткені ол құпия. Бірақ менің ұлым бар, келінім бар, немерем болады алдағы уақытта. Содан өздеріңіз түсіне берсеңіздер болады. Тамаша, сіздің дикцияңыз керемет дейді. Рахмет. Рухани тазару үшін не істеу керек дейді? Рухани тазару үшін ең бірінші біз сананы тазартып алуымыз керек. Дене мысалға жуынып, күнделікті душ қабылдап, иіс майларын пайдаланып, сонымен қатар біз жақсы нәрседен көп ойлауымыз керек. Аллахпен былайша айтқанда жоғарғы жаратушымен байланыста болу керек. Өйткені өзінің әкесін, ата-анасын ұмытқан адам кім дейді? Ол мысалға дұрыс емес, қарғысқа ұшырайды. Ал енді біздің жаратушымызды ұмытқан кезде өзіміздің, ол да жаңағыдай қарғыс деп айтпай, бірақ дұрыс емес. Сондықтан да біздің жан дүниеміз рухани үйлесімдікте болу үшін ең бірінші өзіміздің жаратушымызбен байланысты үзбеуіміз керек. Шүкіршілік, қанағат, тәубе деген қасиеттерді біз үнемі жүрегімізде сақтауымыз керек. Сіздің осындай жап-жас әдемі болуыңыз генге де байланысты ғой дейді. Дұрыс айтасыз, генге де байланысты, бірақ адамның мінезіне байланысты көп жағдайда. Сіз қаншалықты мінезіңіз көркем мінезді болсаңыз, соғұрлым сіз жасыңыз сол сақталады. Мысалға, әлемде, мысалға, психологтардың дейді, әлемдегі зерттеулер бойынша, мамандардың ішінен зерттелгенде, психолог, психоаналитик мамандардың жастары өте мамандар өте жас көрінеді екен. Мысалға 90 жастағы психоаналитиктер Европадағыдай 50-дегі адамдар секілді. Мен жақында ғана бір арт-терапевт кісімен таныстым. 70 жаста. Бірақ егер ол кісінің сақал мұртын алып кәдімгідей бір жас адам секілді киіндіретін болсаңыз, сырт әлпетін өзгертетін болсаңыз, ол адам бір 45 па 50-дегі адам секілді. Бетінде әжім жоқ, Бетінде әжім жоқ. Бетін бәрі жып-жылтыр кәдімгідей. Одан бөлек даусының тембрі өте жас. Сосын қозғалуы шапшаң. Былайша айтқанда ол кісінің 70-те деп ешкім айтпайды. Демек бұл адамның рухани әлемі гармонияда. Демек бұл адамның санасында тек қана жақсы позитивті дүниелер көп.
саудаға қандай иіс май болады деп жазған екен. Біз жаңа жауап бердік, ол қандай саудаға байланысты әртүрлі иістер керек болады дейді. Сәлеметсіздер ме, бұл майларды қайдан алуға болады дейді. Сізден майлар алуға болады ма дейді. Біз сіздерге майларды қандай жағдайға пайдалану керек екенін, өзінің дозасы деп айтамыз ғой жаңағы, сол несімен, рецепттерімен сізге өзіміз дайындап жібереміз. Шымкентке жіберіңіздер дейді. Әрине жібереміз, Шымкентке де жібереміз. Бұл май түрлерін қайдан аламыз дейді. Оны біздің қыздар дайындап жатыр. Жаңағы айттым ғой, мен майларға тапсырыс берілді, арнайы түрлі, мысалға 100 түрлі майға тапсырыс берілді, сонымен қатар құтыларға тапсырыс берілді. Олар келгеннен кейін арнайы мамандармен бірге отырып, соның мысалға ақшаға, өзіңіз айтқандай саудаға, мысалы иммунитетін көтеруге, гормондарын көтеруге, ер адамға, әйел адамға, сонымен қатар денсаулығына байланысты барлығын дайындатып, біз дайын күйінде береміз. Менің жолдасымның еңсесі түсіп қорқақтай береді, үнемі жолы болмай жатады, соған бар ма дейді. Міне, өте жақсы нәрсе. Мен жаңағыны айтып өттім, ер адамдардың белсенділігін көтеру үшін, жүрегінде күш болу үшін, былайша айтқанда, оның өжеттілігін, нағыз еркектік қасиетін оятатын майлар бар. Осы майларды пайдалану арқылы ер адамыңыз ертең белсенді болып, мал тапқыш еркекке айналады. Бет күтіміне қандай май жағуға болады дейді? Бет күтіміне де майлар пайдалануға болады, бірақ мен сізге ол адамның жеке дара, сол адамдардың мүмкіндігіне қарай. Мысалға, бір адамның беті құрғақ, біреудікі майлы, біреудікі орташа деген секілді, сол адамға өзіне жеке рецепт пайдаланып беру керек. Сондықтан да мен жалпыламай айтатын болсам, қазір біреулер оны пайдаланып бетін күйдіріп алуы да мүмкін. Былайша айтқанда зияны келуі мүмкін. Сондықтан оған кәдімгі аптекада бар ғой дәрігерлер, өзіңізге рецепт жазып береді жеке, сол секілді мен сізге өзіңізге жеке рецепт беремін. Эфирді сақтап қоямыз міндетті түрде. Сананы тазалайтын иіс май бар ма? Болса қандай дейді? Мен жаңа айтып өттім сізге. Мысалға, мен өзім бергамот майын өте жақсы көремін. Ол күйзеліске қарсы антисептикалық, спазмолитикалық ыстық мысалға түсіретін, адамның үнемі бір көңіл күйін жақсы ұстай алатығын, сондай үйлесімді гармонияда ұстауға мүмкіндік береді. Менің өзімнің пайдаланатын бергамот майы, шайды да бергамотты жақсы көремін мысалға. Ал енді сізге қандай керек екен, ол сізге өзіңізге жеке дайындалу керек. Білесіз бе, әр адамға тұлға ретінде, адамның мінезіне, темпераментіне қарай, адамның кожасына қарай деген сияқты, адамның көңіл күйіне қарай жеке дайындалады. Ол иіс суды ішеміз бе дейді? Жоқ, әрине ішпейсіздер, оны сіздер пайдаланасыздар, оны жағасыздар мына жерге. Мына жерге, және тағы да айтам, өзінің бір құпия түрлері бар, сонымен қатар ванна қабылдауға болады, жуынуға болады, душ қабылдауға болады. Ол иіскеп жүреді. Әр жаңағы қорапшаның ішінде өзінің рецепттері болады, иә? Болады. Алматыда қай жерден аламыз дейді? Алматыда біз алдағы уақытта Алматыдан, Шымкенттен, басқа қалалардан тапсырыстар болса, сол представитель деп айтамыз ғой, бір адамға оны жіберетін боламыз, солар арқылы ары қарай сіздер алатын боласыздар. Аз алмай жүрмін, ниет бар, бірақ әрекет жоқ, өзімді қолға алмаймын дейді. Азуға да бар май. Азуға да бар ма? Азуға да бар. Өйткені толуға да бар, азуға да бар. Өйткені менің осындай бір кеңес алып жүрген келіншек, ол өзінің кішкене керісінше адамдар болады, өте арық, табиғи арық. Қанша тамақ жесе де ол тамаққа қатысы жоқ мысалға, ол адамның өзінің обмен веществ деп айтамыз ғой, соған байланысты. Сол адамға мысалға майды бердім, ол өзінің несін қалыпты ұстауға, толық емес, арық емес, қалыпты ұстауға нәтиже бар. Енді азу үшін де бар оған. Оны да жеке береміз. Өйткені мысалға ол сіздің тағы да жеке ағзаңызға байланысты дайындап береміз. Жалпы жаңа сауда туралы сұрап жатыр еді ғой, иіс майды қолдануға болатын. Сол строй материалдар саудасы екен. Строй материал болады, жасауға болады, оны дайындауға болады. Жекеге шығыңыздар, иә? Иә, жекеге шығыңыздар. Ойлау қабілетін жақсы жағына жақсарту үшін не істеу керек дейді? Ойлау қабілетін жақсарту. Жақсарту деген бұл тағы да адамның белсенділігін көтеруге, ол өзінің гормонын көтеруге. Ол бірнеше майды пайдалану арқылы, 3 майдың қосындысына
дайындалатұғын не ғой, ол жаңағы май болу керек. Менің тамағым ауырғанда және буыным қақсағанда пихта майын қолданамын, сол дұрыс па дейді? Иә, дұрыс, өте дұрыс. Мысалға кез келген болар, мысалы өкпе, бауыр, жүрекке де әсер ететін майлар болады. Сонда пайдалануға болады. Сонымен қатар дененің жоғары қызуын түсіретіндер де бар, көтеретіндер де бар. Мысалға үнемі жаурап жүретін адамдардың қан айналымын жақсартады. Бұның бәрін жеке, әр адамға жеке өзіне жеке рецепт дайындау керек. Рахмет, көп түсінікті дейді. Ақмарал атты оқырманыңыз. Мен алайын жолдасым, әрине сол бір іспен айналыс десем қорқақтығы құртады. Сізге дайректке жазайын ба дейді. Жазыңыз, дайындаймыз. Аптекалардан емес, бұны өзіңізден жеке аласыздар, жеке жасаңыздар болады. Аптекаларда бір ғана май, мысалға пачуля болуы мүмкін, иланг-иланг, роза да болуы мүмкін. Бізде қоспалар. Бізде мысалға бірнеше майдың қоспасы бір жаңағыдай бір құтыда болады. Бірақ оның өзінің бір дозасымен қосылған. Жеке қабылдауға қалай баруға болады дейді? Хабарласыңыз, дайректке жазыңыз, телефондарды аласыз ғой. Менде телефонымда жазылып тұр ғой, менде ақпарат бәрі ашық. Инстаграмда. Парақшадан оқысаңыздар болады. Мен көп сөздерді негатив ретінде жүрекке көп қабылдаймын, тез ренжимін, үнемі ренжіп қаламын. Ойнап айтса да қалай арылуға болады дейді. Енді бұл басқа тақырыптар болып кетті. Бүгінгі біздің тақырыбымыз иіс майлары болған соң, жалпы басқа да тақырыптарда енді тікелей эфирге шығып тұрайық. Иә, алдағы уақытта осы тақырыпты көтерейік, қаласаңыз. Сау болыңыздар. Мен сіздермен қашанда жиі кездесуге қуана келісемін. Тек сіздер маған жазып отырыңыздар, сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Біз сіздермен кездесеміз.